Президенттің энергия өндіруді дамыту және көмір генерациясын ұлғайту жөніндегі тапсырмасы бойынша не істелініп жатыр? Осы мақсатпен бүгін премьер-министр Олжас Бектенов Екібастұзға барды. Кеңестік уақытта бүкіл одақтың энергетикалық орталығы ретінде салынған қалада қуат өндіру өндірісі өркен жайған. Өткен жылы елімізге қажетті энергияның 42%-ын өндірді. Ерекшелігі сол, Екібастұздағы станциялар осы қаланың іргесінен шығарылатын көмірмен жұмыс істейді. Бір ғана Богатырь кеніші тәулігіне 145 мың тонна қатты отын шығарады. Производственная мощность разреза на сегодняшний день составляет 42 миллиона тонн. Кеңіштің өндірістік қуаттылығы жылына 42 миллион тонна. Бұл жерде Богатырь мен солтүстік разрездері біріктірілген. Біз келешектің технологиясын меңгеру арқылы көмір қазуды түгелдей автоматтандырамыз. Бұл сапаны жақсарту үшін қажет. Өткен жылы 45 миллион тонна көмір шығардық. Қызылордадағы құрылтайда президент көмір өндірісін дамытуға ұлттық жоба мәртебесін беру міндетін қойды. Себебі қатты отын энергетикалық сектордың дамуына күш береді. Мәселен, Екібастұз МАЭС 2 станциясы жылына 2,4 миллион тонна көмір жағады. Қазір кәсіпорында 3 және 4 энергоблок құрылысы жүріп жатыр. Бұл энергия өндіру көлемін 2,1 гигаваттқа дейін арттыруға мүмкіндік береді. Қазір станция 1 гигаватт қуат өндіреді. Станциямыздың болашағы ол біздің жаңаға кеңейтілуімен 3-4 блоктың қондырғыларды орнатуға байланысты. Бір жағынан әр мегаватт өседі, әр блокта 50 мегаваттан әр қондырғының қуаты 550 мегаватт. 1100 мегаваттқа өседі. Экологиялық қауіпсіздігі артады.